бүгінгі өтіп отырған білім күні мейрамы еліміздің бас ұстазы Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығы және жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығы. Сонымен қатар Орасан күш иесі атақты палуанымыз, барлық кейінгі спортшыларға үлгі болып отырған Қажымқан Мұхайтбасовтың 150 жылдығына арналған шаралардың аясында өтіп отыр. Енді биылғы жылдың ерекшелігіне байланысты, мына эпидахуалға байланысты біз білім күніне арналған салтанатты 7 және 8 сыныптарға өткізіп отырмыз. Ал қалған балаларымыз және ата-аналарымыз онлайн режимде қарап отыр. Биылғы оқу жылында 120 оқушы қабылданды 7 классқа. Ал енді өткен жылдың қорытындысын қысқаша айтатын болсақ, мектебімізді бітірген 111 түлектің 16-сы шетелдегі жоғарғы оқу орындарына түсті. Ал 32-сі Назарбаев университетке түсті. Қалғандары еліміздегі рейтингісі жоғары жетекші оқу орындарының студенттері болып отыр. Енді ата-аналарға айтарым, әрқашанда сіздердің балаларыңыздың дені сау болсын, өздеріңіз, отбасыларыңыз амандықта болсын. Білім күнімен барлықтарыңызды құттықтай отырып, осы жылды да табысты аяқталуға тілектеспін. Мен Құсманов Альтаир, Назарбаев зияткерлік мектебіне қабылдандым. Және де осы мектепке қабылданған кезде өте қуанышты болдым. Себебі қазіргі таңдағы Қазақстанның ең үздік мектептерінің бірі бұл осы Назарбаев зияткерлік мектеп. Және де болашағымды осы мектеппен байланыстырып, елімізге көмегімді тигізіп, Қазақстанды дамыта бергім келеді. Семей қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің тарих пәнінің мұғалімімін. Менің ұлым да осы мектепке былтыр түсті, биыл міне 8 сыныпқа келіп отыр. Осы мектепке әрине осы менің келіп жүрген кезде осы мектепке түссем деп өзі ойлайтын, армандайтын, міне арманына жетті. Былтыр әрине өкінішке орай алғашқы қаңырау күні мерекесі болған жоқ. Міне бүгін болып бір қуанып тұрмыз. Әрине бұл мектептің талабы өте жоғары. Еліміздің ішіндегі ең таңдаулы оқу орындарының бірі, оқушыларға арналған. Бұның болашағы да жоғары, сондықтан да осы мектепке түсу үшін біз ұлымызды осы көп дайындадық, ол дайындалды. Өз еркімен қызығып, осы сәтті тапсырып былтырғы емтиханды осы мектептің оқушысы атанды. Енді барлық ата-аналарға не тілеймін? Осы мектепке түскен оқушылардың ата-аналары балалар аман-есен болып, жақсы жетістіктерге жетсін, жоғарғы оқу орындарға түссін. Мен осы мектепке түсу үшін өте көптеген дайындықтардан өттім. Өзімнің әкемнен көптеген кеңестер алдым, мұғалімдерден кеңестер алдым. Бұл мектеп өте талабы жоғары мектеп. Бұл мектеп оқушыларға көптеген мүмкіндіктер береді. Осы мектептің мақтанышы болуға тырысып жүрмін. Бір себептері ол өзінің деңгейімді кеңейткім келгені және де Қазақстанның дамуына, көркеюіне атсалысқым келеді. Шетелдегі вуздарға түскім келгені. Себебі бұл мектептің деңгейі, жалпы мұғалімдері өте күшті және де жоғары болып келеді. Сондықтан мен Назарбаев зияткерлік мектебіне түскеніме өте қуаныштымын.